Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңындағы баспасөз мәслихатын бастаймыз. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы жер қатынасындағы өзекті мәселелер туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикеріміз Нұржан Ерболатұлы Мақсотов, Батыс Қазақстан облысы жер қатынастары басқармасының басшысы. Қош келдіңіз, Нұржан Ерболатұлы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, брифингке қатысушылар. Өздеріңізге жаңағы тақырыпта айтылғандай, бүгінгі күні жер қатынастары саласындағы өңіріміз бойынша қандай жұмыстар атқарылды, қандай мәселелер бар, іс-шаралар, жоспарларымыз туралы сіздерге ақпарат беретін болам. Енді алдымен өздеріңізге белгілі, бұл ауыл шаруашылық саласында негізгі маңызды сұрақтардың бірі бұл жайылым тапшылығы болып келеді. Жалпы 1 қаңтар 2025 жылғы жағдай бойынша Батыс Қазақстан облысы бойынша жайылымдық тапшылығы бұл 25 мың гектар көлемінде байқалады. Дегенмен жергілікті атқарушы органдар тарапынан да бірқатар жұмыстар жасалуда, яғни жайылым тапшылығын азайтуға байланысты. Мысалға, жалпы көлемі 472.895 гектар жайылымдық және шабындық жер учаскелері резервке қойылды. Жалпы көлемі 6.692 гектар мәжбүрлеп иеліктен шығарылды. Көлемі 4.356 гектар ауылдық округ әкімінің аппараттарына тұрақты жер пайдалану үшін берілді. Сонымен қатар жалпы көлемі құрайтын 135.247 гектар жайылымдық жер учаскелері жер шаруашылық жобасы негізінде елді мекендер жер санатына ауыстырылды. Осы жаңа айтып өткен жұмыстардың нәтижесінде сол елді мекендердің жалпы көлемі 620 мың гектарға дейін жуық қосымша жайылымдық және шабындық алқаптармен қамтамасыз етуге өз көмегін тигізді. Өздеріңізге белгілі, 2022 жылдан бері біздер ауыл шаруашылық министрлігінің берілетін жоспарына сәйкес жаңағы мақсатына сай пайдаланылмай жатқан немесе заңсыз берілген жерлерді қайтару бойынша жұмыстар атқарылуда. Әрбір жыл сайын біздерге арнайы жоспар бекітіледі. Мысалға 2024 жылға тоқтайтын болсақ, 115 мың гектар ауыл шаруашылық мақсатының жерлерін қайтару бойынша жоспар бекітілді. Бұл жоспар 100% орындалды. 2025 жылға бізге Батыс Қазақстан облысы үшін берілген жоспар бұл 120 мың гектар жерді мемлекет меншігіне қайтару туралы алдын ала жоспар бекітілген болатын. Бүгінгі осы 4 желтоқсан 2025 жылдағы мәлімет бойынша 122.100 гектар құрайтын пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер қайтарылды. Алдын ала біздің есептеуіміз бойынша жоспар 102%-ға орындалды. Енді ауыл шаруашылық мақсатында, оның ішінде жер қатынастарына байланысты шаруашылықпен айналысам дегендерге жер беру мәселесі де өте өзекті болып табылады. Соған байланысты 24 пен 25 жылдардың кейбір сандық мәліметтерін тоқталатын болсақ, 2024 жылы аудандардың жергілікті атқарушы органдарымен жалпы көлемі 168.100 гектар құрайтын 299 жер учаскесі бойынша 54 конкурс өткізіліп, нәтижесінде жалпы көлемі 146.100 гектар құрайтын 245 жер учаскесі шаруа қожалықтарына берілді. Ал 2025 жылдың 11 айында аудандардың жергілікті атқарушы органдарымен жалпы көлемі 108.100 гектар құрайтын 257 жер учаскесі бойынша 39 конкурс өткізіліп, нәтижесінде жалпы көлемі 92.000 гектар құрайтын 213 жер учаскесі табысталды. Яғни бұл жерде өздеріңізге белгілі шаруа қожалықтары үшін біздерде бүгінгі күні жер учаскелер тек қана конкурс арқылы берілу нысанды жүзеге асуда. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі біздерде кәсіпкерлікпен айналысам деген субъектілеріміз бар, азаматтарымыз бар. Соған байланысты оларға бұл аукцион арқылы беріледі жер учаскесі тәртіп бойынша. Бұл жерде де кейбір сандық мәліметтерге тоқталатын болсақ, 2024 жылы аудандардың жергілікті атқарушы органдарымен жалпы көлемі 84.500 гектар құрайтын 198 жер учаскесі бойынша 109 аукцион өткізілді.
Енді биылғы жылдан бастап сандық мәліметтерге келетін болсақ, 229 мың гектар құрайтын 385 жер учаскесі бойынша 142 аукцион өткізіліп, нәтижесінде көлемі 75 мың гектар құрайтын 142 жер учаскесі сатылды. Яғни бұл жаңағы бағытта тек қана кәсіпкерлік бағытта айналысатын азаматтарға берілген жер учаскелері мен сандық мәліметтеріне байланысты. Сонымен қатар Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы облыстық уәкілетті органы ретінде жер балансын жүргізеді. Сол жер балансы бойынша да біздерде жеке тұрғын үй құрылысына арналған жер учаскелерін беру бойынша да сандық мәліметтер туралы ақпаратпен бөлісе алады. Сол себепті жаңағы жеке тұрғын үй құрылысына арналған жер учаскелерін беру жөнінде мәліметтерге тоқталатын болсақ, 2025 жылы жеке тұрғын үй құрылысына 235 жер учаскесі берілген. Бұл яғни облыс бойынша. Кейбір аудандарға тоқталатын болсақ, ол Ақжайық ауданы бойынша 39, Бөкей Ордасы ауданы бойынша 3, Бөрлі ауданы 31, Жаңақала ауданы 8, Бәйтерек ауданы 31, Казталов ауданы 42, Қаратөбе ауданы 2, Сырым ауданы 31, Орал қаласы бойынша 7. Жалпы енді бүгінгі күнгі мәлімет бойынша облыс бойынша жеке тұрғын үй құрылысына арналған жер учаскелерін алуға есепте тұрған азаматтардың саны 168 мың 15-ті құрайды. Оның ішінде 109 мың 720-сы бұл Орал қаласы бойынша. Сонымен қатар облыс әкімдігінің уәкілетіне сәйкес, шешімдеріне сәйкес, біздерде облыстық жер қатынастары басқармасы жер қойнауын пайдаланушылармен бірлесіп жұмыс жасайды. Оның ішінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі рұқсаттар мен лицензияларға беру бойынша жұмыстар атқарады. Негізгі функцияларының бірі болып табылады. Енді жалпы түрде мәлімет беретін болсақ, бүгінгі күні біздің облысымызда жер қойнауын пайдаланушылардың саны 59 субъектін құрайды. Олар 89 объекті, яғни нысанда жұмыс жасауда. Негізгі біздің облыс бойынша жаңағыдай лицензиялар қандай компоненттер бойынша алады деп сұрайтын болсақ, яғни біздің облыста негізінде көбінесе құм құйыршық тас қоспасы және құм өндіру үшін сазды жыныстар, бор, құрылыс гипсі, кварц құмы және құрылыс тасы бойынша осындай компоненттерге біздің кәсіпкерлер негізінен рұқсаттама немесе лицензияларды алуға өтініш беріп отырады. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі, қазіргі кезде жұмыстарды, мәліметтерді цифрландыруға байланысты бірқатар жұмыстар жасалуда. Оның ішінде жер қатынастар саласында да біздерде негізінен барлық платформалар республикалық деңгейде, дегенмен бізде 2019-дан бастап өңірлік геопортал жұмыс жасайды. Өздеріңізге белгілі, бүгінгі күні осы цифрландыруға байланысты кейбір бағыттарымызды осы геопортал арқылы жүргізу жөнінде, жаңартулар жөнінде жұмыстар атқарудамыз. Мысалға, барлығыңыз Батыс Қазақстан облысының жаңағыдай геопорталы деп интернет арқылы қарап іздейтін болсақ, біздің өңіріміздің геопорталы шығады. Оның ішінде геопорталда біздерде бірқатар мәліметтер, оның ішінде жаңағы айтып өткен қанша конкурстар өткізілді, кейбір аудандар бойынша жаңартылған бос тұрған жер учаскелері, сонымен қатар жер қойнауын пайдаланушылар, кейбір объектілердің мәліметтері, олардың мекен-жайлары, жаңағы өткен аукциондар бойынша кейбір жаңағыдай ұтып алған немесе жаңадан болатын кәсіпкерлік бағытта, ауыл шаруашылық бағытындағы конкурстар қашан болады, соның уақыты, мекен-жайы, негізгі мәліметтер, қажетті мәліметтермен де танысып отыруға болады. Енді қазіргі кезде біздер осы геопорталды да біздің тұрғындарға, шаруамен айналысатын азаматтарға мейлінше тиімді пайдаланудың тиімді жағын және бірқатар ақпараттарды беру жөнінде де жаңарту бағытында жұмыстанудамыз. Біздің негізге бүгінгі күні айтқымыз келген негізгі бағыттарымыз осындай. Барлық функцияларымыз бойынша тоқталып өттім. Егер де қосымша сұрақтар болатын болса,
жауап беруге дайынмын. Рахмет. Рахмет. Келесі кезекті сұрақ-жауап бөліміне берсек, әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер алдымен. Өздеріңізге белгілі, бұл жаңағыдай бұдан бұрында біздер деген жаңадан бастағандармен бұрыннан жасап батқандарды бөлу жөнінде ұсыныстар берген болатынбыз. Бұл жөнінде арнайы қазір ереже жобасы қаралуда деген Ауыл шаруашылығы министрлігінің бізге берген алдын ала ақпарат бар. Дегенмен биыл 4 қазан 2025 жылы біздің жаңа конкурстар өткізу жөніндегі ережемізге өзгерістер енгізілді. Оның ішінде мысалы қазіргі кезде ол қанша жұмыс күшін тартқалы отыр. Бұрынғы мысалы ескі не бойынша тек қана инвестициялық жобасына байланысты, қаржылық көлеміне байланысты балдық жүйемен алып кететін болатын. Қазіргі кезде қанша техникасы бар, жұмыс күші, сонымен қатар жаңағындай оның құрамында мысалға соған айналысатын арнайы мамандардың, агроном, зоотехник сияқты мамандардың болуына байланысты да бөлек бал беру жөнінде өзгеріс енгізілді. Сонымен қатар жаңағындай біздерде бүгінгі күні бірлесіп өндірістік кооперативтер, ауыл шаруашылық кооперативтеріне бірлесу жөнінде негізгі ұстанымдар бар ғой. Сол себепті ауыл шаруашылық кооперативі ретінде қатысатын болса, қосымша тағы 5 балл беру жөнінде де біздерде ережеге өзгерістер енгізілді. Енді қазіргі мысалға соңғы қазан айында енгізілген өзгерістерге байланысты біздерде бүгінгі күні 10 шақты конкурс өткізді. Содан біздер аңғарғанымыз бұрынғыдай емес, жаңадан бастағандарды жайлап болса да негізі балдық жүйемен өздері жаңа конкурсты ұтып алуға мүмкіндік туғызып отыр. Дегенмен де жаңағы айтып өткендей стартап жаңағы біздің бастап отқан ауыл шаруашылық бағытындағы азаматтарымызға арнайы бөліп қарастыру жөнінде де бүгінгі күні күн тәртібінде тұр. Өздеріңізге белгілі, осыдан 2 жыл бұрын біздерде Орал қаласы бойынша қазір айтып өтетін нәрсе, жер заңнамаларына сәйкес бұрынғыдай мысалы кез келген жерден жеке тұрғын үйға берілмейді. Жер заңнамасына арнайы түрде енгізілді, арнайы норма. Сол жерде инженерлік инфрақұрылым дайын болмай жеке тұрғын үйға жер берілмейді деген арнайы заңға норма енгізілді. Соған байланысты Орал қаласы бойынша айтатын болсақ, мына Кругозерный ауыл маңында осыдан 2 жыл бұрын берілді. Сол жердегі мәліметтер бойынша бұл 2004 жылдың 2-3 тоқсанында кезекте тұрған азаматтарға. Жалпылама не бойынша қателеспесем 837 азаматтар сол жағдайда мәлімет бойынша кезекте тұрды. Бүгінгі күні негізгі жұмыстар жалғасуда. Әзірге содан кейін Орал қаласы бойынша жеке тұрғын үйлерге бөлек басқа ауданнан жер беру қарастырылмаған. Алексей Кучманов, механизм отбора земель, которые не используются в пользу государства, мне кажется, идет очень хорошо в районах в том числе, но в пользу государства они забраны, а вот обратно их не разыгрывают. Либо разыгрывают, но не так успешно, как отнимают обратно. Скажите, в чем здесь проблема? В том, что нехватка идет крестьянских хозяйств, способных взять в аренду землю. Может быть, наоборот, механизм, который розыгрыш этих земель не функционирует. В чем именно проблема здесь? Давайте по цифрам, да, я буду говорить. Если я, как своим информацией говорил, у нас по возврат земельных участков начался с 2022 года. Если посмотреть цифровые данные, с 2022 года по сегодняшний день у нас государство, в пользу государства был возвращен более 720 тысяч гектар земельных участков. На сегодня из них 416 тысяч уже заново был разыгран, то есть в пользу наших крестьянских хозяйств. На сегодня, сами понимаете, да, 8 сентября было послание
нашего главы государства, где было дано поручение о том, что по возвращенным земельным участкам до конца первого квартала 2026 года мы должны закончить в оборот, который мы заново должны разыгрывать и предоставить крестьянскому хозяйству. На сегодня у нас по возвращенным земельным участкам остается 256 тысяч гектаров. То есть мы уже утвердили план по предоставлению данных земельных участков заново на конкурсной основе. И с 1 января по 1 июля мы должны закончить 256 тысяч гектар земельных участков, мы должны предоставить заново. То есть там, например, бывает, есть нормативные акты и требования, например, это не говорит о том, что ты возвратил и сразу же можно на следующий день предоставить. То есть это по тем возвращенным земельным участкам предусмотрено в начале года данный перечень утверждается на сессии маслихата. То есть не просто так там акимат взял или там аким сельского округа отобрал, или там был возврат, и через неделю можно было заново провести конкурс. То есть в начале года и год один раз можно внести данный перечень соответствующие изменения, поэтому только по тем перечням, которые утверждаются в начале года с решением маслихата. Те участки только мы имеем право заново предоставить на конкурсной основе. Можно вопрос? В каких районах преимущественно вот те 200 с лишним гектаров, 1000 гектаров, которые вот остались на розыгрыш, они в каких районах преимущественно? Ну, сами знаете, да, у нас в основном спрос по ближайшему городу, да, то есть Теректа у нас, как обычно, Байтерекский район, Бурлинский район и Сырым по Касталскому району в основном. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, рахмет әріптестер сұрақтарыңызға. Алаңымызға келіп түскен тағы бір сұраққа кезек берсек, жер мәселесінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жиі айтылады. Бұл тәуекелдерді төмендету бойынша қандай қосымша шаралар ұсынылған? Яғни жер қатынастары саласында өздеріңізге белгілі, ол сыбайлас жемқорлық, басқа да заңсыз жағдайлар орын алып отырады, ондай бар. Сол себептен біздер ең біріншіден негізгі мақсатымыз біздің аудандық жер қатынастары бөлімдерінің тарапынан осындай сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу бойынша жұмыстанамыз. Арнайы олармен түсіндіру жұмыстарын, семинарлар оқытып, сонымен қатар олар үшін біздерде былтыр мамандандырылған әкімшілік сотымен арнайы меморандумға қол қойдық. Яғни біздің жер беру жөніндегі негізгі шешімдеріміз осы мамандандырылған әкімшілік сотында қаралатындықтан сол судьяларды шақырып біздер арнайы семинар ұйымдастырдық. Яғни судьялардың тарапынан осы әкімдіктер тарапынан жер беруге қатысты шешімдер қабылдағанда қандай қателіктер кетіп жатады, оның жолдарын жоймау бойынша біздерге өз ақыл кеңестерін беріп отырады. Енді дегенмен де жаңағындай негізгі мақсат жаңағындай біздер мына геопортал деп жатырмыз, бүгінгі күні платформа цифрлық даму деп жатырмыз. Яғни бұл жерде жаңағындай қызмет көрсететіндердің арасында контактыны байланысты азайту, яғни барлығын цифрлық деңгейде өткізетін болсақ, өздеріңізге белгілі осы биылғы жолдауда айтылғандай, енді жаңағындай конкурстар тек қана платформада, электрондық формада өткізу жөнінде де жаңа бастама енгізілді. Осы алынған шаралар біздіңше мейлінше жаңа сыбайлас жемқорлықты азайтуға өз көмегін тигізеді деп ойлаймыз. Резервке қойылған 472 мың гектар жердің нақты қай бөліктері халыққа қолжетімді? Бұл картада ашық көрсетіле ме? Жаңа айтылған резервке қойылған дегеніміз, бұл 472 деген бұл облыс бойынша әрбір ауданда өздерінің жаңағындай босалқы жер деп айтамыз бұларды. Босалқы жерге қойған жерлеріне әрбір ауылдық округте қанша, ауданда қанша босалқы жер, оның ішінде ауыл шаруашылық мақсатындағы, яғни бұл танысам деген кісілерге әрбір сайтта біздің жер балансында бұның сандық мәліметтері көрсетіледі, бар. Оны танысам деген кісілерге ешқандай кедергі жоқ, алуға болады ақпарат. Жақсы, рахмет Нұржан Ерболатұлы. Алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік. Құрметті әріптестер, осымен баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.